Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Сәлемнің басы. Сонан соң ұлық Алла Нұрмұхамбетке: әй менің досым Мұхамбет, мен барша ғаламды сен үшін жараттым. Сен болмасаң, мына әлем жаралмас еді. Енді сенің өз нұрыңнан нәр алған 18 мың ғаламды аралап көруіңе рұқсат деді. Мұхамбеттің нұры алдымен келіп, 4 мұхарап періштеге сәлем берді. Олар пайғамбардың сәлемін қабыл етіп, сол арада кәләм шахадат айтып, мұсылман болды. Нұр: сендерді ұлық Алла не мақсатта жаратқан? Деп сұрады. Олар: біз барша мақлұқат пен ұлық Алланың арасын жалғаймыз деді. Онда менің үмбетіме қайырлы болыңдар, адасқан үмбетке тура жол нұсқаңдар деді. Олар: егер сенің үмбетің күн сайын саған 10 рет салауат айтса, онда Алладан оның 2 дүниеде қайырлы ғұмыр кешуін тілейміз деп уәде етті. Онан кейін аршы, күрсі, лаухы, қаламға келіп сәлем етті. Олар да сәлемін қабыл етті де, ерекше ышық махаббатпен: ашхаду алла илляха ла алла ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расуллаху деп кәләм шахадат айтып, мұсылман болды. Нұрмұхамбет: әй қалам, сенің қызметің не? Деп сұрады. Қалам: әлемнің әуелі мен ақырына дейін болатын оқиғаны Алланың қалауымен жазамын деді. Нұр: әй тағдыр тақтасы, сенің қызметің не? Деп сұрады. Ол: мен барша мақлұқтың тағдырын бекітемін, құпия етіп сақтаймын деді. Әй қалам, менің үмбетімнің тағдырын жеңілетіп жаз деді. Ол: я ақырдың пайғамбары, егер саған кімде-кім күніне 10 салауат айтса, оның тағдырының жеңіл болуын бір Алладан тілеймін деді. Сонан соң 8 жұмақ пен 7 тозаққа келді. Оларға да пайғамбармен сәлемдесіп, шахадат айтып мұсылман болды. Пайғамбардың нұры: әй жұмақ, сені не үшін жаратты? Деп сұрады. Ол: ұлық Алланың әділ деген сипаты бар. Ол дүние сынағынан сүрінбеген құлдарын менімен сыйлайды. Дүниеде көрген қорлық, тартқан азабының өтеуін менен табады деді. Әй тозақ, сені не үшін жаратты? Деді. Ол: ұлық Алланың жазалаушы деген сипаты бар. Дүнияда момынның ақысын жеген, әділдікті таптаған, ар-ожданды былғаған, күнәһар құлдарын маған тастап жазалайды. Мен оларды өртеймін деді. Нұр осыдан соң қара жерге келіп: сен кімсің? Деп сұрады. Мен жермін. Күллі тіршіліктің қайнаған құтты мекені менде болады, деп мақтана жауап берді. Нұрмұхамбет: баяны жоқ сұм жалған пәни дүние сенде екен, сондықтан босқа мақтанасың деді. Қара жер жым болды. Сосын сумен тілдесті. Су, сені Құдай не хикметпен жаратты? Деді. Мен Алланың ерекше хикметпен жаратылған нығметімін. Күллі кірлеген затты мен тазартам. Тіршіліктің бір көзін ұлық Алла маған байлаған деп мақтанды. Су, сен бекер мақтанасың. Күллі кірді тазартасың, бірақ өзің де лас болып ағасың. Ұлық Алла қаласа, тіршілікті топан сумен де тоқтата алады деп судың аптығын бір ауыз сөзбен басты. Содан кейін отқа келді де: әй от, сені ұлық Алла не мақсатта жаратты? Деді. От: мен Алла жаратқан құдіреттің бірімін. Менсіз тіршілік болмайды. Суықты қашырам, шейкіні пісірем, темірді балқытам деп мақтанып сала берді. Нұрмұхамбет: сен де босқа мақтанасың. Жануың желден, өшуің судан.
Қараусыз қалсаң тіршілікке қуаныш емес қасірет сыйлайтын қатыгездігің басым. Өз бетіңше өшуді білмейтін тілсіз жау сен екенсің деді. От сап тыйылды. Сосын желге барып тіл қатты. Сенің мұратың не деді? Жел. Мен бұлттарды айдаймын, жердің көгеріп көктеуі, қуаңшылықтан құтылып, құлпырып тұруы маған байланған. Сондықтан тіршілік менімен тыныстайды деп мақтанды. Пайғамбар рухы. Міндетің жақсы екен, тек ақылың кем екен. Кей кезде жындылықпен іс қыласың. Долданып соққанда гүлденген әлемді жермен жексен етесің. Құбылмалы мінезің мұратыңа көлеңке түсіріп тұр деді. Жел де жым болды. Осыдан соң жер, су, от, жел төртеуі нұрға уәж айта алмай ауыздарына құм құйылды. Төртеуі ықылас пен кәлима шахадат айтып, сол жерде мұсылман болды. Кейін осы төртеуі тіршіліктің тынысына айналды.